Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді нәзік пирогның рецептімен бөліскім келіп отыр. Алмадан жасалу өте оңай, бір жасағаннан шығатын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алманы алып, осылай турап аламыз видеодағыдай. Ыдысымызға салып, қарайып кетпес үшін лимон шырынын сеуіп қоямыз. Енді сковородканы қыздырып, қантымызды салып, осылай ертіп аламыз. Бетіне сармай қосамыз, тағы да ертеміз. Оның бетіне туралған алмамызды алып, салып, кішкене осылай қантпен араластырып қуырып аламыз. Алманы жұмсарғанша қуырамыз. Бір қасық кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырып, алма жұмсарғанша осылай начинкасын дайындап қоямыз. Суытып қоямыз. Кішкене жұмсарып қуырылғаннан кейін. Енді қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз, қант ерігенше. Онан кейін үй температурасындағы сармайымызды саламыз. Осылай тағы да араластырамыз. Бір шымшым тұзымызды ұмытпаймыз. Онан кейін електен ұнымыздың жартысын салып, қамыр қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қалған ұнымызды салып, қолымызбен қамырымызды крошка қылып, басын біріктірмейміз, крошка қылып, осылай қамырымызды крошка қылып жасаймыз. Ішіндегі майына араластырып, қолымызбен осылай қалған ұнымызды саламыз тағы да. Неге қамырымыз дайын болды. Қамырдың басы бірікпеу қажет бұл пирогта. Енді формамызға қамырымыздың жартысын саламыз. Бетіне себуге алып қаламыз, көбірек бөлшерін астына саламыз, бетіне аздауын алып қаламыз. Енді осындай бортиктарын жасаймыз, қолымызбен басып. Енді алмадан жасалған начинкамызды бетіне саламыз. Біркелкі етіп салып шығамыз. Қоюлау болу қажет начинкасы. Енді бетіне қалған қамырымызды бетіне саламыз. Енді қызып тұрған пешке пирогымызды салып, 180 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Неке дайын болды, өте дәмді нәзік. Достар, міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.